Бүгін біздің Фархаттың туған күні. Жаңа ғана Мадина осындай тортпен құттықтады, жүрек қойып, және болашаққа бірге қадам жасайық деді. Иә, дейді. Көңіл күйіңіз қалай? Күшті, күтпен негізі сыйлықты. Өте қуаныштымын. Иә, және қасымда сыйлығы бар. Оны біраздан соң өзінің парақшасында ашып көрсетеді. Иә? Ампакин жасайын жатыр. Солай. Құттықтап кетіңіздер міндетті түрде Фархатты парақшасына кіріп. Күн достар, қалдарыңыз қалай? Енді бүгін қазір енді история қосыла кеш шығып жатырмын, түс болды уже деген сияқты. Бірақ дегенмен бізде енді қазір мереке болып жатыр. Неге десеңіздер, именинник біздің енді туған күні болып жатқан кісі. Мына кісі Фархат деген кісі. Осы кісінің құрметіне орай стол жайып жатқан болатын, және де бізге көмекке келген Госушиге рахмет. Госушиден біз осындай үлкен сет заказ бердік. Мына жерде 5 пицца, міне көрсеңіздер. 5 пицца и осынша суши. Суши қойдым, және де 2 компот мен беріп жіберіпті. Рахмет көп-көп. Және де Госушиде бұдан басқа да сеттар бар, өте көптеген түрлері бар. Выгодный сет бар, компанияға, студенттерге, болмаса басқаларға да әр түрлі сеттер өте көп. Сондықтан кіріңіздер, көріңіздер, қазір тағы да салатын боламын. Мадина, Фара сізді қалай еркелетеді дейді? Ха? Мазға дейді. Ол қандай еркелік? Мадикош басыңа түсек деген. Аха. Мадикош дейді көмесі. Мадикош. Жоқ, мазға дейді. Солай екен. Ерекше қосады, ерекше. Ешкім айтпаған ба? Необычно, да? Мыдан басталады десейші. Бұдан басталады. Бүгін Фархаттың туған күні, бірақ Мадинаның туған күні сияқты кейін оған қараңыздаршы. Қашадамшы Фархаты бұл? Бүгін Фархат үшін сәнденіп келген ғой, иә? Бұл киіммен де түсін, мен бейне соған бір үйден Мо бір деген бар ғой, адам Мадина емес, ол мазға деген сөз емес. бір үйден бір адам Бекзаттың соңғы кезде көңіл күйі жоқ, иә? Жоқ, бүгін күшті. Бүгін жақсы ма? Сізге сұрақ, маусым басында достармен кіммен жақын араласады, қайсысымен жақсы? Тима Еркеш екеуміз. Тима мен Еркешпен хабарласып тұрамыз, Ансармен хабарласып. Қаншалықты жиі? Тимамен күнде сөйлесіп, Еркешмен жиі. Бірақ кездеспейсіздер, олар Шымкентте, сол үшін екен. Солай. Сол үшін көңіл күйіңіз жоқ па? Сол үшін көңіл күйіңіз. Зарина Еркеғалимен сөйлесеме дейді. Құрметті оқырман, Еркеғали кім деп жатсаңыздар, ол кісі Заринаға гүл жіберіп жүрген, иә? Негізі жазған, солай сөйлесуге болмай ма деген сияқты. Сөйлейтін жоқ, болмайды. Хорошо Гүлбесіп Сіз де жібердіңіз белгісіз жан болып, сізбен де сөйле. Мен по факту жібердім ғой. Бүгінгі не тәліпшілік деймін, аяқта отырып, жалпы налогсын талмай, просто айтып отырмын. Не жұмысым бар? Ойбай! Не жұмысым бар? Рухани. Құрметті оқырмандар, ойбай, құрметті оқырмандар, гүл жібересіздер ма, сыйлық жібересіздер ма, бірақ маңыздысы біздің эфирге келіп қана таныса аласыздар, ал сыртта таныстық ешқандай қатысушы ешкіммен таныса алмайды. Солай. Келіңіз, сол үшін күтеміз, Еркеғалиді. Бұйырса, келсін. Жәнібекке сұрақ дейді. Зарикошқа ойы бар ма дейді. Зарикошпен доспыз ғой бәрі. Не досшылықтың бәрі қатысуын жақсы арасам, Кіші доссыз ба? Өте жақсы. Қашаннан бері дос ба барлар? Бәрімен енді былай сәлем дұрыстан, қалай қарайды, мен де солай қараймын. Зарикошпен ондай. Зарикош та сізге жақсы қарай ма сонда? Жақсы қарайды шығар. Ол адам талғамайды, адам баласын. Адам баласын. Ондай емес шығар, енді Зарина ондай емес ғой. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Жақсы ойлаймын. Жақсы ойлайсыз. Жалпы адам баласын жақсы ойлаймын. Ойыңыз жоқ па? Жоқ. Ойланып көрген жоқсыз ба? Келген кезде? Жоқ, ондай. Соңғы ғана менде де Инстаграмда да жазып отыр бәрі. Соңғы бірге шыққанды көріп қалып бәрі сөйтіп ойлап жатыр екен. Сосын шай бердің дейді. Шай бердік, қашан бердік? Алдында? Иә. Айтпашы, ол кезде өзі айтты. Мен 6 ай болды осы чемпион шайын алмадым деген екен. Расулға дейді, Әсемнің бойынан жақсы көретін 3 қасиеті қандай?
замандасатында сән болып жатыр дейді қыздар. Әсемнің ба? Қыздармен ба? Андай ғой, мен негізі ғой, андай қасиет демей адамды жақсы көріп қалып. Енді қасиет, жақсы қасиетін айт десе айтамын ғой. Ол кісінің Әсемнің мен жақсы көретін білемін, сол жағын мысалы маған. Және андай қалсем екен, енді маған сыртта кәдімгі ашылып сөйлеседі да, мен күшті нәрселер айтамыз бір-біріміздің үшеуіне, бірақ эфирде өтқан кезде өзінің қай жерде қалай ұстау керек екенін, ұяңдығын, биязылығын көрсете алады. Сол ма? Сосын? Болды ма? Шу болды ғой деп. Бақыт солай. Айдана қандай мамандықты бітірген дейді? Қандай мамандықты бітірген? 2 мамандығым бар. Қазақ филологиясы және эстрадалық вокал әншісі. Иә. Сосын биді қазір өзі мектеп кезінен бастап білемін. Иә, үйірме деген. Мықты ұстаздардан. Бірақ үйірме дегенде былай қарасаңыз тоже тәлім алуға жатады ғой, бәрі үйренуге. Не, дипломым жоқ негізі, ал бірақ өте практикам көп и мықты хореографтардан білім алған. Иә, солай. Былай негізі филолог және әнші. Ән айтып жатса, мынау да әнші болып кетті деп айтып қалмаңыздар, себебі мамандық бойынша. Негізі мен ән айтамын, просто қазір биге көп фокус мұқтып қалған ғой. Иә, солай. Жансая, сізге сұрақ. Жансаяның сүйікті хоббиі қандай екен? Хоббиіңіз қандай? Хобби? Иә. Ән айту. Ән айту? Бәсе мен сіздің ән айтқаныңызды көрмеппін. Иә, сырт айтпаймын. Бір караокеде айтқан болатынмын. Қыздарда таңғалған болады, осындай өнерім бар ма? Демек жақсы айтасыз. Рэп жақсы. Мәссаған. Ол өнеріңізді неге көрсетпеске? Сол алдағы уақытта көрсетем ой деп жүр. Солай екен. Көргілеріңіз келе ма, жазып кетіңіздер бізге. Иә, Жансаяның рэп оқып. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі осындай тағы да әдемі образым қолдаушымнан өте әдемі, кешегінде барлығы мақтап, ешқандай ұйымдастыру ондай нәрсе қатысы жоқ. Өзімнің қолдаушы қыз жіберген екен. Рахмет сізге көп. Бүгінгі сіздерге көрсеткім келіп тұр. Қараңыздар, мынаның материалы енді өте күшті. Шифоннан жасалған екен, оказывается. Жазда кисеңіздер ешқандай ыстықтамайсыздар, футболкамен кисеңіздер. Қыздар енді күшті үйлестіріп келіп алды. Абайка ретінде де, шапан ретінде кисеңіздер де күшті. Мына каждый ручная работа. Барлығы мақтап өте әдемі екен деп жатыр. Сіздерге көп рахмет, Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қайырлы күн. Бүгінгі қасиетті жұма баршаңызға қабыл болсын. Бізде жұма аптаның соңы, яғни айтқанда сіздердің сұрақ жауаптарыңызға біздегі қатысушылар жауап береді. Сұрақтарыңызды қалдырып кетіңіздер астына.